Жастар ТВ телеканалын көріп атырған барша замандастарымызға кеш жарық дейміз. Ассаламу алейкум. Сіздердің менен расын айтқанда Жойбары менен эфирде екенімізден қуаныштымыз. Бүгін студиямыздың мейманын сіздерге таныстырып өтсем, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Дәлбай Мамбетмұратов. Дәлбайға студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Көрсетуімізге мейман етіп сізді шақырғанымызда қандай көл кепиятта, қандай ой кешірмелеріменен келгенсіз? Енді творческий адам қандай кепиятта болу керек? Жақсы нәрселерді сөйлесеміз-ау, жақсы советламыз-ау деген пікірде келдім. Әлбетте, Жойбарымыздың аты расын айтқанда деп аталады. Тыңлаушыларымызға тек қана хақиқатты айтасыз деген үміттеміз. Демек, ең дәслепкі сұрауды өзім беремен. Қосықтың һәмде музыканың сіздің өміріңізде тұтқан орны қандай? Енді мектеп жасынан сол нәрсеге қызыққан болсам, мектеп жасынан өзіме екі нәрсеге қызықтым, біреуі спорт, біреуі қосық. Вақытлардың келуімен, өтуімен біз қосық тарапына өттік, көркемөнер тарапына өттік. Енді екеуі де халықты, миллетті дүнияға танытатын нәрсе ғой. Соның үшін мен қосыққа келгеніме өкінбеймін. Неге дегенде, бұл менің өмірімдегі үлкен бұрылыс, һәм үлкен қуаныш hadise. Демек, сіздің өміріңіздегі орны гіреулі, һәм сіздің өміріңіздің мазмұнына айланып кетті десек те қателеспейміз. Сондай-ақ, әрбір адамда, әлбетте, сол талантлы, қошқауас қосықшы бір қандай да бір инсанилық пазилетлерге ие болу керек. Қандай пазилетлерге ие болу керек деп ойлайсыз сол инсан? Қосықшы қанша абыройы артқан сайын, қанша халыққа танылып, үлкен қосықшы айланған сайын, жүзі кішіпейлі болу керек деп ойлаймын. Неге дегенде кішіпейлік еш уақытта сені далада қалдырмайды. Ол енді менмелікке берілген күнің ол жақсы болмайды. Менмелік ұзаққа апармайды сені. Өзіңе алдыңғы ұстаз қосықшыларды сыйлау керек. Оларға бір құрметті ізетін жайына қою керек. Оларға басқа нәрсенің керегі жоқ сенің. Мейваны айтсаң, мысалға, алма ағашы қай бірақ алма көп болған сайын шақасы төменшік болып басай береді. Сенің қай бірақ абыройың артқан сайын аяғың жерден көтерілмей, жерде жүргенін сезіп жүрсің, ұзаққа баратын қосықшы боласың, һәм әжайып инсан боласың. Сіздің қосықларыңызды тыңлағанымызда, әлбетте, бұл қосықлардың мәнісі, тәсірлі, мәнісі жағынан жүдә жақсы екендігін, һәм намаларда айрықша бір тәсірлі екендігін көреміз де, бұл қосықларды атқаруда не нәрселерге ітібар бересіз? Енді қосықшы сахнаға шыққаннан кейін, мысалы бір залдың ішіне 1000 адам отырған болса, 1000 адамға не айтпақсың, олар сені басқа бір нәрселерді күтеді, жақсы нәрселерді күтеді. Нелер екен, қандай екен деп көрді. Соның үшін қосықшы бірінші қосығының текстін өзің түсіну керек. Өзіңнен өткеруің керек оны. Өзіңнің соған түсінігін, одан кейін композитормен ішлесу, композитор жақсы ғана өзі музыка олам текстке қарап жазады, олам түсінбей жазбайды. Шайыр енді өзіңіз білесіз, шайыр өз алдына енді. Олам сондай, өзінің кеуілден ұнамаған нәрсені ол баспаға және басқа бермейді ақыр. Соның үшін har жағынан бәрін түсінген халда келсем, оғастың өмірі ұзақ болады. Неге дегенде, 3 адамның бірі істескен нәрсесі, міне өзіміздің әзір қосшыларымыздың арасында да бар, мысалы 80-ші жылдардың майдалары өткен әсердің Саргүл Каримова, Зивадин Лепес, Роза Дүйсемұратова деген 3 инсанның мысалға істеген үлкен жұмысы, олар көп қосық айтпай-ақ қойсын. Ондаған қосық айтты, сол үшеуінің басамасымен, сол үшеуінің ойласымен болған, олаған қосықлар осы күнге дейін олардың елі бағасам түскен жоқ, һәм қосықлар айтқысы келеді. Соның үшін қосықтың өмірі ұзын болу үшін һәмме нәрсеге әр тарапымен қарау керек. Бірінші қайсысын таңдайсыз? Сөзін бе, яки болмаса намасын таңдайсыз ба? Енді тек арынан. Мысалға, менің өзімнің апарып берген тексттерімнен болды композиторларға. Үлкен атаған композитор Нәжмәді Мұхамедиев. Одан қала берді біздің үлкен әлем асылған әзірге үлкен композиторларымыздың бірі талантлы композитор Күлімбай Жараденов. Қала берді лирик композитор және Шарафаддин Пахрадин. Мен бұл кісілермен қадырқылалып бұлармен көп істестім. Неге дегенде, мен композитор сол текстке қарай отырып жазғаннан кейін композитормен ойласып істессең. Соның үшін ол композиторлар жаман текстке қосып жазбайды. Ama onu sen түсінген халда түсініп айта қойсаң, ол жүзі ұзаққа барады. Her bir композитордың өзінің ұсылы бар, қосышымен істесу. Mesela Нәжмәді Мұхамедиев істесең, оларды үлкен нәрсе оның өзіне болады ырғақлары, өзіне болады
O kişime seçildiğin gözü, ben aytama bir koşuk aytsam, o kişiden burada o degen şamalga kelip kalasın. Bizim kurban bayman seçim, olam tiri bitlini özüne. Özü juda jopkeşlikte aladı. Hem sen jakpaytın olsa, sen ayabam oturmaydı bir aytap, sen kelişpeydi olsun. Bugün alıp gelip. Şunun için bu seçim bizim şarabacı pakar etmez seçim sonunda mesela şibek minez jigit durur özü bu. Acayip. Hem gene muzikalarımız şibek minez bu kuret. O zaman adamga jağımlı söykümde okup kuredi. Fanısım aslında kampanyasında benim devrimde bolğanda. Onun için kostüm ömür için gideyim teatrdan çıkады ойлойм. Hakikatында da сол сиздин даврыңызда сондай белгилүү, сондай халк арасында жогору мартебеге эришкен композиторлорду мен көп ислескенсиз. Солардын бири эмне мархум Теберсин, Кадыр ага Хилаловдун албетте косукларын эч бир халкыбыз унутпайт. Азыр сиздин аткарууңуздагы ажайып косукту тыңласак да, соң соhbetimizni давам этирсек. Калай карайсыз? Şirinen şeker sözleri Hırkımı bahar yüzleri Gül gibi kıza gül yanlığı Taşı jayday körpege var Eşerinin mültege yok Merekede ataklı şok Kurkımlığı gül yanlığı Merekede ataklı şok Kurkımlığı yok gül yanlığı Geleleydim felek ömrüm Sen hem yandın men hem yandım Sen hem yandın, yandım ben hem yandım Yandım sen hem yandın, yandım ben hem yandım Gülcibe kıza gül yanlığı Gülcibe kıza gül yanlığı Әлбетте сіздің қосыңызды тыңлап отырып, көңіл күйпиятымыз анағұрлым дәрежеде көтеріліп қалады. Енді сіз өзіңіз дөретуші инсан сипатында, түскіндікке түскен уақытында күйпиятыңызды қалай көтересіз? Енді инсан болғаннан кейін hamma vaqtda bu жақсы, hamması bir kayfiyatda жүрген пікірден аулақ болу керек, жүрген дегенде, неге дегенде, har xil voqealar жүз беруі мүмкін insan өмірінде. Ешбір маған бірдей болғандай. Бірақ адам сондай болып жасау керек. Бүгінгі күн қандай өткен болса, ертең бұдан жақсы өтеді ғой деген пікірмен жасау керек та. Осы ойдан оптимист болу керек деймін. Соның үшін ол түскілікке түскеннен кейін ол оны біреуге айтуға шарт емес мысалға. Соның үшін сен өзің жеңуге ұрыну керек та оны. Енді біреу сен кайфиятыңды бұзды, кейбір қошылығыңды бұзды. Енді соған барып төбелесіп отырмайсың ғой. Оны ақылдықпен жеңдіресің де. Мен мысалы өзім әдебиетке қызыққаннан кейін Кеңесбай Рахмановтың кітабын, я Ибраим Исуовтың ертіліп берген Шоңғыраптың кітаптарында қайсысы қолыма түскен болса, ертіліп берген Матмұрат. Ол бір-екі сондай өзіме жағатын қосылар болса, кайфиятым сондай көтеріледі. Hamma narsa ұмытып кетеді. Неге дегенде олар сондай сөздер, маржан сөздер түзілгенде оларда. Олар әсерде келетін шайырлар, соның үшін сондай кайфият көтеріп көріну керек. Демек, кітап оқисыз. Өзіңізге қандай да бір рухи күш топлайсыз. Жүдә жақсы, енді және бір сұрау бермекшімен, Дәлбайға, міне біз сізді танығалы бері, мысалы үшін енді есімізді білгелі бері деп қарайтын болсақ, сіз сол өзіңіздің, сол көркіңізді, сол өзіңіздің сымбатыңызды, сол ешқашан өзгертпеген. Мысалы үшін сахнадағы бір қосушыларыңыз бар, уақыт өтуіменен бір қандай да бір семіріп кетіп, яки болмаса қартайып қалған болып көрінеді. Бірақ көз тимесін, міне сіз сол қандай болсаңыз, сол халатта сахнада көрінесіз. Бұның айрықша сыры бар ма? Айрықша сыры біріншіден сенің қосалық мәселен сенімен тыныш болу керек. Екіншіден жүрген жора жолдастарың, достарың жақсы болу керек. Жора көп болады, дос аз болады. Екі нәрсе. Жора бар екенде бәрі маған жақын екен деген пікірден аулақ болу керек. Жора ол жора бол, дос басқа. Соны достар болу керек. Сенімен бөліскендей бір нәрселеріңді, сен түсінгендей ер бола ма, ол нашар бола ма, қызық емес. Сондай инсан болу керек саған. Әжет нәрсе, енді ол мен өмірім бойы жеке атырған нәрсе. Мен азында 5 километр жүремін мысалы. Таза қуада, шығып кетесен тыныш. Жүрсең, қандай әжет нәрселер басына келіп, жаңағы қос даярлап отырған болсаң, оны алып несіп, қашып кете қояды бір, кайфиятың көтеріліп. Hamma narsa so'gan байланысты. Endi kunda tushkunlikka tushaversin, yana boshqa. Manav жетпейді, manav жетті деген пікір
Şular niyete verme göre olan. Aytılgan sonday narsa bir jetip bir jetpes dünya deydi bu. Sonra hammasının ornu tolup kele beredi. Bergende Allah'dan berilgen senin nesibin, bu başka jak ketpeydi. Oturar bu ornunda, söyler sözünde, barar jerinden bilip berikti. Elbette. Sonun bäri senin ömür жылнамаңа täsir kılan nerselerden biri sol. Solarını şartı böyle mi? Albatta, әсіресе сол дүрөтүшү инсандардын достары көп болады, һәм тырнакча ичиндеги достары да көп болады. Һәм һәммә вакытта уларды бир шын көңүлдөн колап куатлайт деп ойлоо мүмкүн эмес. Себеби айрым вакытлары бир дүрөтүшү инсандардын сол кандайда бир келчү жагдайларга учраганын көрүп куясы болгонбуз. Ыбырайымага сонун ишин жазган да. Сонун ишин Ыбырайымага 4 куплет косуп бар. Һәммә вакытта менин ядымда жүрөт бу нәрсе. Dostlarım var, ham bardır kasım. Kassız adam ol seyrek gelir. Şahsı görse bir zamanlasın, bazı bir meni jek görür. Adam bol isemez ansat atkarılmay kalasan barın. At sürünse, nabada jansa, bezer bazı bir dostlar alarım. Terezi olsa tasıl jağına, жақсылар da seni jaman der. Biraz jetpey hakna kağına, kapelimde seni jek görür. O bırakta minezim benen, sözüm olarga жақсын жақпасын, қалқым сенің жек көріңнен, Құдайымның өзі сақласын дейді. Әлбетте. Халықтың назарынан ешқашан шетте қалмайын дейміз. Енді сол орында тыңдаушыларымыздан сұраулар жеткелген. Ассаламу алейкум Далбай аға, сізге сұрауым, бұрынғы яки кейінгі қосықшылар болсын, айтажағым, бір анық шәкірт етіп тайырлап атырғанлар қалып кетті деп ойлайсыз ба? Себебі қайсы қосықшының аты соның һәмме істелескен ұстазы болып шығады. Бірақ анық білемен Мақсет Өтемұратовтың ұстазы Қадыр Хил алдынан рахмет, сізді жүдә құрмет етемін деп өз SMS хабарын жұмбақлаған. Енді ұстаз шәкіртлік қалып кетті деп өкмайды. Енді бағанағы бір сұрау қандай болу керек талантты қосықшы деген сұраудың ішіне кетіп қалатын нәрсе бұл. Неге дегенде сен маған шәкірт түс, сен берман кел маған деп айтпайсың ғой ешкімге. Мен сізге шәкірт түсейін, мен сіздің көрермендеріңізді құрметтеймін, қосыларыңызды сыйлаймын мысалы. Шәкірт түсейін десе ол аяқтамайсың. Неге дегенде мен өзіме келіп мысалы қосыларымды айтып жатқан балалар бар. Қолдан келсе рахметімді айтып жатқан. Бірақ келіп сұрау керек сенен, келіп сұралу керек. Ол неге дегенде ол саған тиесін нәрсе болғаннан кейін сенің сыртыңнан айтып жіберуге болмайды ол. Сен келу керектен, санелігін қылу керек. Солай жақсы бола қояды. Бұрыннан келтірген нәрсе. Бірақ енді әзір жүдә нетпей жатырған шығар. Бәрібір ұстаз көру керек шәкірт. Нәбиттегі сұрауымыз, ассаламу алейкум Нұқсыфым жәмәті, Дәлбайға қош келіпсіз. Сұрауым сізді дүнияға келтіріп, Дәлбай Мәмбет Мұратов болып танылуыңыздағы инсан анаңыз хақында қосық айту ниетіңіз бар ма? Жауап үшін алдынан рахмет деп Венера адlı тыңдаушымыз жолдаған екен. Анаң кабан. Ана қылды қосық айту шарт деп ойлаймын. Мысалы, анасын кім атым жақсы. Ана деген нәрсе бұл ең болғаны. Енді ана деген нәрсе қандай нәрсе қосылады? Ана отан дейсің, ана топырақ, ана жер дейсің. Не деген мұқаддес? Анаңдай мұқаддес, анаң одан мұқаддес саған. Соның үшін ана қынды қосымен, ана қынды қосуым бар. Шаудырбай Сейітов сөзіне, Рұмбетереден бұншылы ана жандайын қосық айттым. Бұны қайтадан бір іслеп, айтаману деген пікірім бар құда қылыше. Оны тез арада айтым керек. Неге дегенде өзім о қосыққа деген бір іштейім ашып жүрді, айтқым көрсетті. Және бір сұрау жетіп келген. Ассаламу алейкум Дәлбайға, әскери қызметте қай жерде болдыңыз? Һәм әскери қызметте де қосық атқардыңыз ба? Деп өзінің сұрауын жұмақлаған. Әскери қызметте мен Украинада болдым. Енді өзі өткен әсірдің туылған балаларымыз бар. Украинада батырған бүкіл мемлекеттің Закарпатский облыс деген жерде болдық, Мукашево деген жерде служба еттім. Ол жақта мен басқа неде болдық, қосық қалып кетті, қосықта болмадық. Әммен қосық айтасы және басқа. Қиылла, ол енді har bir часта қосық айтатын нәрсе және басқа бола береді. Оркестр болу, духовой оркестр болу ерді. Мен енді қосықшы болғаннан кейін, ол духовой оркестр менің қызық болған жоқ. Соның үшін мен басқа службада болдым. Қосықты келіп айттық. Дәлбайға қайсы шет ел сахнасында, қайсы шет ел қосықшысыменен дуэт айтуды қалеген болар едіңіз деп Венера бізге сұрау жолдаған екен. Şimdi арман жақсы нәрсе. Енді қайсы шетел қосықшы және басқа жақсы дуэт айтқан. Бір берілген күні енді ол мысалы өзбек қосықшылармен айтамыз. Өзіміздің әжайып қосықшыларымыз бар, олармен айтарымыз. Дуэт айту жақсы нәрсе. Өзі өмірімнің ішінде бір мәрте дуэт айттым, оның Базар Каримова айттым. Ол қайырлы түн қайырлы кеш деген қосық. Әлбетте, бұл қосықты халқымыз жақсы таниды. Соның үшін дуэт айту жақсы нәрсе ол. Жақсы бір сондай музыкалар шыға қойса. Бұйырса, арман жақсы нәрсе.
Бізде нәубеттегі сұрамыз. Сондай қоңыраттан қанатпан, сіздің даусыңызға гәп жоқ, көз тимесін, жанлы бір қосық айтып берсеңіз деп өзінің SMS хабары жоғалды. Енді жалла айтасың ба, фонограмма айтқан мен записке түскен мен біреу айтып бермейді, өзің жалла айтасың ғой, соның үшін айтқан қосығыңды жалла айту керек. Тілеберген Жұмамұрат деген ұлы шайырымыз айтқан өзінде орны. Қосығының 80%-ін ядға білмеген шайыр емес. Сосын қайсы қосық айтам, бір қосық айтуымыз керек қой онда. Әлбетте өзіңізге жаққан, ұнайтұғын, сол айтқыңыз келетін қосықты айтыңыз керек. Біздер де біліп қоямыз. Кейде ұшырасқанда назбенен бағып, бейғам жүрегіме қол-қола салып, Aşkı muhabbetin otunu жағып, sırlı bakandayım o senin gözlerin, sırlı bakandayım canım, senin gözlerin. Akşam bulutlar mısın, alasta ya ceyran mısın, ketken şabızka nazlı jelvan menen elham bağışla, sırlı bakandayım o senin gözlerin, sırlı bakandayım o canım, senin gözlerin. Рахмет, лабызыңыз бұнан да бәлет болсын дейміз. Әлбетте, жанлы хауазда отырып тыңлаған бәрібір де басқаша тәсір етті адамдарға. Һәм әлбетте тыңлаушыларымыз да өзінің ниет-ашығын білдіріп отырған болса керек. Һәм нәубеттегі тыңлаушымыз. Ассаламу алейкум, құрметті Нокс ФМ радиосы басылаушылары. Ассаламу алейкум Дәлбайға. Үйретушілік жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. Сіз көбінесе қайсы композиторлар менен бірге істесесіз? Һәм ең көп істескен композиторыңыз кім? Жауап үшін алдынан рахмет. Шоманайдан Ниязбек Юсупов боламын деп өзін таныстырып өткен екен. Ең көп істескен композиторларым, екі композитормен істесем ең көп. Құрманбай Зарядинов, Шарафаддин Пахрадин. Бұлардың мақтанып айтсам болады. 67 жыл сен творчествосын мен айттым бұлардың. Мен сол мысалдардың дәуірінде өткеніме, одан қалай берді Нәжмана Мұхаммединовпен көп істестім мен оқысымен. Шырайлы қосыларын айттым. Сол дәуірдегі. Одан кейінім қанша шырайлы қосылары шығып отыр оқысының. Қалай берді қадір қылап, 20-дай болсам айтқан екенмен қадір қылап. Одан басқа да көп композиторлармен істесім, Мархабай Жемратпен істесім, Дарико Жаңабаевамен істесім, Айкебердин Ғанияман жазып, сондай бір ажайып композиторлармен өз дәуірінде істесім. Дәлбайға, егер сіз қосықшы болмағаныңызда қайсы кәсіп иесі болған болар едіңіз? Сіздің лақабыңыз бар ма деп бізге және бір тыңдаушымыз өзінің сұрағын жолдаған екен. Енді қосықшы болмағанда біле қоймадым ау не боларымды. Бағана айтқанда екі нәрсеге қызықтым деп отырмын өмірімде. Біреу спорт, біреу көркемөнер. Енді бәрібірам осы нәрсеге келер едім да. Асығып кеткенде де мысалға. Дүнияның менімен деген қосықшылары мысалға үлкен қосықшылар қаяқтағы басқа бір институттарды бітіріп болған қосыққа келген ғой мысалға. Лев Лещенко деген Россия эстрадасының королі дейміз. Сонысын баста кәшегер болып көреді Москваға. Кейінен политехник институтта тұрады. Сол институт бітіріп болғаннан кейін барып қосыққа айланады ғой және. Сондай ол бәрібір сол нәрсе сені қоймас еді да, бәрібір сол майданға келдіріп. Инсан бақытлы болу үшін, бақытлы тұрмыста жасау үшін қандай болу керек? Бақытлы болу үшін бақыттың ішінде һәммен нәрсе бар. Инсан біріншіден минет сүю керек, минеткеш болу керек. Сенің өзіңнің кәсібіңнің минетін істеуің керек. Қанша минет істеп азабын шеккен сайын, ондағы шыққан нәрсең, қосығың мысалға ол саған азық. Біріншіден, екіншіден әумет деген нәрсе бар, әумет болу керек. Адам инсан әуметлі болу керек. Сондай талантлы қосықшылар, талантлы композиторлар, талантлы ойыншылар, талантлы музыканттар қандай болып кеткенін мен көбісін білемін мысалға. Оған әумет кемел олар. Олар күллей талантлы адамдар. Мен білемін оларды. Соның үшін адам һәмме уақытта өзіне ешқандай да болса контроль болу керек. Ешқандай да болса. Соның үшін ата Құрдан айтқан отырар орныңды, барар жеріңді, сөйлер сөзіңді білді. Соның үшін ойлаймын бақытты болу үшін сол нәрсе керек шығар.
Және бір тыңдаушымыздан сұрау жеткенген, Шоқ Тораңғылда қашан болғансыз ақырғы мәртебеден? Шоқ Тораңғылда біздердің kendi kanımız tamamlayınca yarışıyor. Kardeşim bize yerbeni tağladı kulağımız. Енді harık martede keşi pakta dövründe var. Pakta dövründe şu yerde bir fermer pakta falan varlı. Şu yerde paktanın başında konsertke var. Hem şu yerde özüm soldan ekenimde, soldan şeyde ekemdik, solda tuğulganımda aytıp, şu yerde bir paktan kanımda şu yerde köp koşularımda aytıp böyle oğuldaslarga, pakta kişilerge. Расына айтқанда. Бізге тыңдаушымыз сұрау жолдаған. Дәлбайға қалайсыз? Сіздің қосықларыңыз зор, лекін сіздің қосығыңызды пародия істеп айтса, оған қандай көз қараста боласыз? Айтқан инсанға деп. Пародия өз алдына жанр. Пародия қоса айтқаннан кейін. Неге дегенде сен оған пародия қылатын болсаң, оған толық ішуің керек, толық білу керек. Пародия ол жанр өз алдына ол сондай істейді. Мысалға тәшкілерлі болама пародия жақсы жанр. Пародияны бірінші рет халық таниды адам істейсің. Сен сол адам пародия қылған уақытында халық біліп отыру керек. Ол ләззет пе, ол дәлбай ма, әмел ме білу керек та. Енді ол сондай нәрсе болу керек. Соның үшін ол пародия қиын жанр. Өзінше ойлауы мүмкін. Бұл біреудің үстінен күлу, біреудің дәлкек қылу, және басқа емес ол. Соның үшін мен ойлаймын, жерде пародия жанрын істеп жатқан балалар бар. Музыкалар мысалға Бердібек атындағы музыкалық академиялық театрымыздың үлкен актері, үлкен режиссері әзіргі Мархаба Ишанов деген жігіт бар. Қайыл қаламау болған пародия істеген. Пародия болды. Дәлбай Қожабергенов сондай пародия істейді. Mesela Жалғас Сұлтабаев, үлкен ұстазымыз, ақсақалымызды, және бір қанша. Ол солай болу керек те, адамның өзің естіп, өзің әсетім керек те. Соның үшін пародия жанры жаңа өсіп кеткен жанр, оны анамау демейсің, жақсылап істесең, рұқсат бере бересің, қорықпайсың. Бірақ жаңағыдай істену керек. Кәміне келтіріп, профессионал дәрежеде істеу керек деп айтып жатырсыз. Енді сын пікірге көзқарасыңыз қандай? Сын пікірге? Сын болмаған жерде болмайды. Сынды жақсылап қабылдап білу керек. Сын деген нәрсе жақсы нәрсе. Не үшін? Ол критика деген нәрсе бұл үлкен нәрсе ол. Ол критикасыз білмедім мен қалай болады. Критиканы жақсы қабылдау керек. Критика берді ойлану керек. Мысалға мен көп критика аламын. Мысалға айтады маған ақсақалдар айтады. Халық айтады неге жаңа көргеніңіздей. Яшылдар айтады оған. Әрбір адамның берген ақылын тыңдай бер. Керегін аласың, керек емес кете бер. Керегін аласың, осың. Әлбетте сын пікір бар болған жерде рауажлану һәм болады. Ассалаумалейкум Дәлбай аға, сізге бекем денсаулық, бәлент лапыз тілейміз. Құрметпенен Сырғабаевлар шаңырағы бізге смс хабар жолдаған екен. Сондай-ақ мен Нөкістен Шүкірбайман, дауысыңызға гәп жоқ. Дәлбай інім ұсыдай қыз деген қосығыңызды бір жанлы түрде айтып берсеңіз, ilәжі болса, бүгін туылған күнім еді. Нөкістен Шүкірбай ағаң маған деп смс хабарын жұмақлапты. Рахмет. Енді Сырғабаевлар шаңырағына рахмет. Талантлы қыз бар. Сырғабаева деп аталған әжейіп қыздың шаңырағы енді ол. Білсем, шайра қыз өзі Шүкірбайға рахмет сізге. Енді әрбір қосықшының сахнаға алып шығатын, сахнада халыққа танытатын бір қосықпен танылып кетеді өзі. Үшінгі дейін 7 жасқа дейін айтылып кеткен болса, осының жаман емекен содан көреді. Мархабат, туылған күніңізбен құттықтаймыз, жасыңызға жас болсын. Bağındağı armanменен ursan da kesekpenen ura körme dayı kız Köpçelekten köz aldında kusan da avlak yerde kuva körme dayı kız Hav dayı kız Лапызыңыз бұнан да бәлент болсын дейміз. Әлбетте, бүгін өзің туған күн белгілеп атырған барша замандастарымызды Нөкіс ФМ радиосы Жасар ТВ телеканал атынан құттықтаймыз. Һәм әлбетте жаңа жаңлы хавазда Дәлбай Мамедмұратовтың өзі де атқарып, сол музыкалық сауға сыпатында інам етті. Расына айтқанда. Сондай-ақ Дәлбайға ең бірінші халыққа қандай қосықпен танылдыңыз? Яғни қайсы қосығыңыз сізді сахнаға алып шыққан? Жауап үшін алдынан рахмет деп бізге сұрау жолдаған екен Нияз Юсупов атлы тыңдаушымыз. Халыққа танытатын қосығымен бағана айтқанда дайы қыз. Қосығы 84 жылы қала берді. Сол дәуірде, сол уақытта Нәжмеде Мұхаммединовтың Гүляналды қосығы, әзіргі сол қосық 84 жылы Дағыстан Некадасын келгеннен кейін Нәжмеде Мұхаммединов үлкен композиторымыз атаған
Халықшалар оркестр күседі бұны. Оркестр күнін шоғырақ ішленген, енді бәрі жабысып, бұнды қаниге да, бәрі профессионал. Соның үшін екі қосыған бір передачта кетті. Ертеңін-ақ халыққа жетіп барды ғой, соның үшін айтайын деген. Мен бұл кісілерге жүдә миннеттармын, үш қосылар мені халыққа танытқан. Өзіңіздің өміріңізден алынған қосығыңыз бар ма деп бізге сұрау жолдаған екен. 40-78 абоненті. İnsanın ömründe жақсы bir vakıyalar oladı ғой енді. Сол vakıyalarga байланысты қосықлар болады. Соны жаздырғың келеді, сол мәуітлерді сағынасаң, сондай жазылған бір 2-3 қосық бар. Олар қазір кейінгі лирикалық қосықлар. Сол дәуірлер қайлардасаң, вақытты танымадан, сен жақсы қысың да қосылар. Олардың инсан өмірінде, олардың ішінде кішкентай да болса инсанның өмірі бар. Соның үшін ол қосылар. Басқаша айтасаң да ол, басқаша жантасасаң ол. Соның өміріне, қайсы бір композитор болсын, қайсы бір художник болсын, өзінің өміріне кішкентай бір нәрсе жазады, шайыр болсын, я драматург болсын. Сондай өміріне алып жазылған нәрселер өміріңізде ұзақ болады. Себебі жүректен шығарып айтасыз бұл қосықларды. Ал жүректен шыққан сөздер жүректерге жетіп барады. Нәбеттегі сұрауымыз, өзіңізге жақын қайсы ұстазыңыз, һәм шәкіртіңіз бенен мақтана аласыз? Жауап үшін алдынан рахмет Әсем деп өзін таныстырған. Һәм сондай-ақ Дәлбайға қосықларыңызға клип алу ниетіңізде бар ма деп тағы бір сұрау жолдаған екен. Енді өмірде ұстаз болады. Ұстазым мен Өзбекстаннан Құрақбасын қалғасы педагогтың сыйлықтың лауреаты Надептің ұстазым болдым мен. Қосықтың А харпесін асын үйреткен адам сол. Одан кейін сахнада ұстазларым болды мен. Үлкен сахнаға шыққаннан кейін ұстаз болу керек. Олар үлкен инсан, Өзбекстаннан Құрақбасын қалғасы, Татарстан, Башқұртстан қалғасы, мысалы, Хамзатындағы сыйлықтың лауреаты, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Байрам Ачанов. Қалабет апаларым болды мен осы күнге дейін бар бәрім шүкір алдымызда. Төртүрфан қалғасы, Гүлпасын Сырымбет, Төртүрфан қалғасы, Марада Шунова, Ибра Отепермен. Бұлар біздің алдымдағы, сахнадағы алдымдағы ұстаздарымыз кісілер. Бұлардың көп нәрсені ол қаял болсын, нашар болсын. Сахнаның өзінің мәдениеті бар. Бұлардан алып білу керек. Сен оның өзі бола алмайсың бәрі. Керек нәрсені алу керек те олардан. Союздың барлық мейушіне бардым мен. 40 қыз деген ансамбльмен. Қарақалпақ эстрадасын бірден бір үлкен ансамбль еді. Соның Союздың мына шетінен 2 мәрте айландым 10 жылдың ішінде. Сөйірлерді мен көрген инсанларым бағана айтып жатқан Лесинкілерді, Кабзолларды мысалға, олардың бәрін мен көргенмін да олардың. Леонтовлардың газеті болғанбыз, мысалы, Валерий Леонтовлардың, мысалы, Ротарлардың газеті болғанбыз, барған жеріміздерді. Неге дегенде бұлардан көп нәрсені аласың да концертте. Олардың концерт түсіруі өзім үлкен нәрсе. Соның үшін ұстаз болмаса бағана айтқанымыздай, шәкірт болмайды ол. Енді және бір сұрау бермекшіме, атақлы болып, танымалы болып жасау қиын ба, яки болмаса керісінше жақсы ма?
Bir жағынан қиын, bir жағынан жақсы. Қиын жағы сол, атақты қосқыш көтеріп жүру керек. Қосқыш атаққа лайық болу керек. Қосқыш атақты көтеріп жүру керек. Атақ қосқыш емес. Ол бір. Енді оны көтеріп жүру. Егер барған жерің сені мақтай береді, барған жерің Далбайжан, жаңа болса мына қашық, мынаны же үлкен құрметтесең, ол аяғың жерден көтеріледі инсанның. Камышын емгенде. Соны сезу керек, жерді басып жүрген жағын қойсаң. Аяғың жерден көтеріліп, бір оқылап түсіп кетсең, онда майырласаң қайт. Дәрткеспей қаласың. Соның үшін көтерілгенді бұл жерде көтеріле бермеу керек. Біздің көп қана қосшыларымыз бар әзір. Айтқаны екі қосып, аяғы көрініп жүреді, көп уақытқа дейін өзің көрмейсің. Бір оқылап панк етіп жүрсең, ол не болды десең, тып-тыныш бала, күн болады. Соның үшін ана аяқты сезіп жүру керек та. Қуанышы жері жаңағы сені хаммен мақтайды, таниды. Хаммен мақта құрмет ізетті. Енді мәдениет тарау, көркем өнер тарау хақында гәп қозғадық. Енді базы бір жас қосқышларды көреміз сахналарда, сол шетелдің музыкаларына елікілеп, солардың іс-әрекетлеріне, солардың киім-кеншектеріне елікілеп, қандай да бір өзіміздің тілімізге аударып, яки болмаса атқарып шығады қосқыларды. Ал біз сізді болса сахнада көреміз, өз жолыңыз бар, өзіңіздің атқарып шығып жатқан қосқыларыңыз бар. Енді жас қосқышыларға қандай мәслихат берер едіңіз, ұстаз қосқышы сипатында? Енді жастарға бағана айтқандай айта берермен, олар алар алмас өзі біледі. Бірақ алу шарт. Мен жаман нәрсені айтпаймын оларға. Шетелдің қосқыларын шетелдің қосқышындай қылып айта алмайсың. Қайсы бір шетелге барып ол елді эстрадамен таңғалдырмайсың. Ол сені ана құлым алды. Бірақ сенің олардың қолы жетпей тұғын, олар тақырарға алмай тұғын. Сенің фольклорың бар, сенің қалып қосыларың бар, сенің соның қобызың, сенің жырауларың, я бақсыларың, олардың әр біреуі бір дүния олар. Олар соны тыңдайды, аузы ашылып керек болса. Соның үшін шетелге шығарда, ой және басқа шығарда, группаны түзерде қатты ақылдықпен түзілу керек. Сонда ғана ұтасың. Осы эстрадамен ұтаман деген пікірден болып. Далбайға енді көп санлы телетамаша көрлерімізге, сіздің ықыласпен тілеріңізге, тілеклеріңіз болса, мархамат тыңлаймыз. Жаңа жыл басында Бөксеф радиосына келіп шақырған үшін рахмет сіздерге. Елімізде лайым сол биыл ағын тегін болсын. Ертеңгі тастаған данымыз мың болсын лайым. Жақсы күн көп болсын, елімізде той көп болсын. Көркемөнер қайраткерлер, көркемөнер адамдарына лайым сол лахам yosh композиторларымызға елахам, шайырларға да yosh, қосшыларға да yosh. Toylarda xizmat qilib, yaxshi kunlarda bir-birimizbilan baham ko'rib, ham siylasqili, bir quvonchli mazmunli umr suraymiz. Albatta. Tilekleriniz qabul bo'lsin deymiz. O'z navbatida Dalbayga sizga de көп санлы телетамаша көрлеріміздің, сондай-ақ радио тыңлаушыларымыздың қала берді Нокс-ФМ радиосы мен Жастар ТВ телеканалының дөретушілік жамағаты атынан терең minnettarchilik білдіреміз. Һәм алдағы уақытлары дөретушілігіңізде бәлент пароздар тілейміз. Һәмеше осындай жақсылығыңыз сізді тәрк етпесін дейміз. Сол 90 жүзлердің асқар тауына шыққанда да сол жақсы бір ұстаз қосқышы болып, сол ақ жүзлі абырайлы болып, халқымыздың мақтанышы болып жүре берің. Қадірлі телетамаша көрлер, бүгінгі сәубетіміз сізге мақұл болған болса, біз бұнан қуанышлымыз. Көрсетуіміздің кейінгі санда қайсы нысанмен сәубетлескенімізді мақұл көресіз. Әлбетте бұны Телеграм тармағындағы 391-1004 нөміріне жазып жіберің. Сондай-ақ шаш түйрегін істеуде жақынан жәрдем берген Инсити салонда өзіміздің терең minnettarchылығымызды білдіреміз. Сау саламат болың. Айтқанда